Әй, қызым-ау, таңертеңнен бері бір тыным тапқан жоқсың. Құдай түріңнен айналдым. Кел, мына жерге отыршы. Мына жерге отыр да, әжеңнің ертегісін тыңдай ғой. Жарай ма? Иә. Баяғы өткен заманда Шам академиясы деген патшалық болыпты. Онда білімді, қолынан кітабы түспейтін ғалымдар өмір сүріпті. Ең қызығы, ғалымдар үлкен адамдар емес, кішкентай ғана оқушылар екен. Академияда балалар шет тілін, қалай едені ағылшын, математика, орыс тілін жетік меңгеріпті. Дарынды балаларға жақсы оқығаны үшін әр ай сайын марапаттайды екен. Той, әже, осы ертегіден кейін сол заманда дүниеге келіп, сол патшалықта өмір сүргім келіп кетті ғой. Айналайын, саспа, ол академия бүгінде де бар. Ана отырған телефонды бере ғой. Инстаграмға кіреміз, Шам академиясын жазамыз, көк сілтемені басамыз, курсқа тіркелуді басамыз. Енді мына жерге аты жөніңді, нөміріңді қалдырасың. Міне, болды.